Ақтөбедегі рельс арқалық зауытының өнімдері таяу уақытта шетелге жіберілмек. Бүгінде зауыт мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында еліміздегі индустрияландыру бағдарламасының екінші кезеңінде іске асты. Жоба құнының 30%-ын құрылтайшылар жарғылық капиталға салған, ал қалған 70%-ы Қазақстан Даму банкінің несиесі. Озық технологияны қолданатын өндіріс орнының басты ерекшелігі дифференциялық термонығайту арқылы рельстердің беріктігін күшейту. У нас технология водо-воздушной смесью. Біздің технологиямыз өзге елдегі кәсіпорындардан әлдеқайда көшілгері. Өнімді дайындау кезінде болатты ауа су қоспасы жүйесінен бірден өткізіп қалыптап аламыз. Бөлек қойып уақыт алмаймыз. Біз қатты ыстық пен суыққа төзімді берік рельстер дайындап шығарамыз. Біздің рельстерімізге Европа және таяу шығыс елдері мен Иранда қызығушылық танытып отыр. Өнімнің профилі мен беріктігі жөніндегі талап етілетін барлық өлшемдер сақталған зауыт зертханаларында жасалған сынақтар рельстердің стандарттарға сай екенін көрсетеді. Қазір алдымен Қазақстан темір жолы компаниясымен ұзақ мерзімді келісімшарт жасалған. Қазақстанда Алматы-Шу бағыты бойынша темір жол салынып жатыр. Сол объектке жеткізіліп жатыр. Және Маңғыстау облысында көрік теңіз портын салу мақсатында біздің рельстер пайдаланып жатыр. Бүгінде 750 адам еңбек етеді. Толық қуатына зауыт 2018 жылы қол жеткізбек. Ал осы жылдың соңына дейін Өзбекстанның мемлекеттік темір жол компаниясына 13 мың тонна рельс жөнелтпек.